Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тақырып нәрестенің сүт безін сығу қажет пе? Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Бала туылғаннан 2-3 күннен бастап балада жыныстық криз болады. Барлығында емес, шамамен 70%-ында. Қыз балаларда ұлдарға қарағанда жиі кездеседі. Ол қандай көріністермен байқалады? Бірінші, сүт бездері ісінеді. Екінші, бала бетіне ақ нүктелі бөртпелер шығады. Үшінші, жыныс ағзасынан выделение бөлінеді. Жыныстық криз неліктен болады? Бала ана құрсағында жатқан кезінде оның ағзасына анасы арқылы эстроген гормондары көп мөлшерде түсіп отырады. Бала өмірге келген соң ағзасында эстроген гормоны мөлшері азаяды. Ол өз кезегінде басқа гормондарға да әсер етеді. Содан бала ағзасында гормоналды өзгерістер болады. Бұл қалыпты жағдай 2-4 аптаның ішінде өз орнына келеді. Сондықтан ешқандай алаңдаудың, емдеудің, сүт безін сығудың қажеті жоқ. Керісінше, сығу зиян әкелуі мүмкін. Сүт безін сығудың зияны өзі нәзік болған сәбидің сүт безіне зақым келуі мүмкін. Омырау ұшында жарықтар пайда болып, бактериялар кіруіне қолайлы жағдай туындайды. Содан балада мастит пайда болуы мүмкін. Сондықтан да нәрестенің сүт безін сығуға болмайды. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.